Әлем достар, мен бүгін сіздерге учебная группа дорамасының жалғасын, яғни 6-шы, 7-ші және 8-ші серияларын қысқаша мазмұндап беретін болам. Сонына дейін бізбен бірге болыңыздар. 6-шы серия Пихануль мен оның досының әңгімесінен басталады. Досы біреудің тапсырысы мен бір балаға күш көрсеткендігін айтып, екеуі соны талқылап отырады. Гамин болса үйіне Сехёнды алып келеді. Бірақ уақыт оның анасы белгілеген уақыттан асып кетіпті. Яғни Юнгаминға сағат 10-нан кешікпей үйінде болу керек екен. Анасы Гаминға сенің маған берген уәден бар еді ғой. Оны орындамағаның үшін ертең мектепті ауыстыруға дайын бол деп айтады. Мұны естіген Гаминнің көңіл күйі түсіп кетеді. Сехён одан неге соншалықты оқуға құштарсың деп сұрайды. Кезінде Гаминнің әкесі оқымысты адам болған екен. Ол өз әкесіне ұқсағысы келіпті. Бірақ анасы оның ондай қабілеті жоқ екенін айтып сенім артпаған екен. Содан кейін Гамин анасына өзінің оқуға құштарлығы бар екенін дәлелдеп, бар ынтасын осы оқуға қойыпты. Таңертең Юнгамин анасымен бірге директордың кабинетінде отырады. Директормен сөйлесіп болып, екеуі машинаға отырып кетейін деп жатқан кезде алдынан оқу тобындағы 4-еуі атып шығып, мұғалім Ли келгенше оларды бөгей тұрмақшы болады. Бірақ анасы бұларға құлақ аспай көлігін қыздырып кетіп қалады. Сол кезде мұғалім Ли де келіп қалып, олардың соңынан аңдып қуып жетеді. Мұғалім Ли өзінің Гаминнің сынып жетекшісі екендігін айтып, анасын мектепті ауыстырмауға көндірмекші болады. Бірақ анасы Гаминға қауіпсіз жер іздейтінін айтып, келіспей отырған кезде мұғалім Ли оған: кезінде сіз маған сонына дейін күресу керек деп айтып едіңіз. Енді неге өзін қашқыңыз келіп жатыр деп бір мұғалім жайлы есіне алады. Ол мұғалім де кезінде осы Юсон мектебінде әділдік орнатпақшы болып Пиханульға қарсы шыққан екен. Сол кісіні жерлеу рәсімі болған кезде Гаминнің анасы келіп мұғалім Ли Хамгёнға: сен осы мұғалімнің аяқтай алмай қалған ісін соңына дейін жеткізіп, әділ мұғалім болуға тырысып көрсең қайтеді деп айтқан екен. Сол сөздерден кейін мұғалім Ли Юсон мектебіне келуге шешім қабылдағандығын және Гамин мен мұнда отырған балалар оқу тобын құрып мектепті жақсы жағынан өзгертуге ат салысып жатқандарын айтады. Анасы ойланып, өз шешімін айтқалы жатқан кезде кенеттен Пиханульдің досы бандасымен бірге кіріп келіп, мұғалім Ли Хамгёнмен сөйлескісі келетінін айтады. Мұғалім Ли олармен ешқайда бармайтынын айтып, солай олар бір-бірімен жанжалдаса кетеді. Пиханульдің досы жеңіліп жатқандарын көріп, мұғалімге пистолетін көздейді. Гаминнің анасы оны құтқарып қаламын дегенде, үстіне сынған шынылар құлап, басынан ауыр жарақат алып, есінен танып қалады. Келесі күні Гамин ашуға булығып, мектепке келіп Пиханульға қарай ұмтылады. Бірақ Пиханульдің қасында басқа да оқушылар болып, оның жолын бөгеп қалады. Бұлар Пиханульдің мықты деген қорғаушылары екен. Үшеуі Гаминға қаншама жабылса да, Гамин оларға қарсы төтеп беріп, жеңіп тастайды да спортзалға барып, барлығының көзінше Пиханульдің бетінен бір ұрады. Солай 6-шы серия аяқталады. 7-ші серияның басында бағанағы спортзалда оқушылар мен мұғалімдер жиналып тұрады. Директордың орынбасары сөз сөйлеп, мектептегі мұғалім Ли Хамгён білім басқармасына петиция жібергендігін, енді мектепте инспекторлар келіп, мектептің жабылып қалуы мүмкін екендігін айтып, мұғалім Ли Хамгёнға барлығының алдында кешірім сұрап, өз ұсынысынан бас тартуын талап етеді. Мұғалім Ли Хамгён болса, мектептің дұрыс емес жағдайда екенін, өзінің қайтыс болған мұғалімінен осы мектеп жайлы көп естігендігін, осы мектепті жақсы жағына өзгерткісі келетіндігін айтып, өз ойынан қайтпайды. Сол кезде Гаминнің кіріп келіп Пиханульді бір ұрған кезін көрсетеді. Кейін бағанағы Пиханульдің қорғаушыларының бірі
ауруханада атасымен сөйлесіп отырады. Атасы оған дүниеден озбай тұрып, оның жақсы адам болғанын көргісі келетіндігін айтады. Ауруханада ол Юн Гаминмен жолығып қалады. Екеуі сөйлесіп отырған кезде Йонбек бандасының жаттықтырушылары келіп, Сун Чхёлды өздерімен бірге алып кетеді. Келесі күні 40 жастағы бір ер адам пышақ жарақатынан қайтыс болғаны, оған оқушы Кимнің күдікті екені жайлы жаңалық тарайды. Яғни Ким Сун Чхёл кешегі Юн Гаминмен ауруханада кездесіп қалған оқушы екен. Юн Гамин күні бойы осы жағдайды ойлап, сенер-сенбесін білмей жүреді. Кешке қара Юн Гамин үйіне келе жатқанда, Сун Чхёлдың досы алдынан атып шығады да, Сун Чхёлдың кінәлі емес екенін айтып көмек сұрайды. Ол Юн Гаминға қылмыс болған түні Чу Сон Ун деген адамның қан жағылған пышақты жуып жатқанын көріп қалғанын айтып береді. Бұған дейін де солай болған екен. Яғни Йонбек бандасының адамы біреуді өлтірсе, оны басқа біреу өз мойнына алады екен. Гамин оған сеніп, өзінің оқу тобындағы оқушыларымен бірге қылмыс жасалған пышақты дәлел ретінде тауып алу үшін Йонбек бандасының офисына келеді. Гамин, Ли Дживу, Ли Джун үшеуі ішке кіреді де, Ал Сихён мен Чхве Хевон дрон ұшырып офистің ішін солай бақылап, бұларға баяндап беріп отыратын болады. Сол кезде офистің ішінде Сун Чхёлға қатысты жиын өтіп жатады. Бихануль оны қылмысты өз мойнына алғаны үшін Йонбек бандасының құрамына қабылдағанын айтып, оған атасының еміне төлеуге ақша береді. Түсініксіз жағдаймен Юн Гамин офистің төбесінде қалып қояды. Ал Ли Дживу мен Ли Джун офистің ішінде тұрғанда оларды біреу байқап қояды. Онымен сөйлесуге Ли Джун қалады, ал Ли Дживу болса пышақты алу үшін кабинетке барады. Пышақты алып кабинеттен шығайын деп жатқан кезде біреу келіп қалып, оны көріп қалады. Бір уақытта детектив Матеман да офисқа келіп, Сун Чхёл барлығына өзінің адамды өлтіргендігі жайлы айтып жатқанын естіп қалады. Солай 7-ші серияда аяқталады. 8-ші серияда Сун Чхёлдың достары оның атасына келіп, Сун Чхёлдың емтиханға дайындалып жатқанын айтып, көңілін ауламақшы болады. Ауруханадан шыққан соң екеуінің көңілі босап, Сун Чхёлдың атасының кез келген уақытта өліп кететінін ойлап, құр босқа жүрмей Юн Гаминдарға көмектеспекші болып шешім қабылдайды. Ли Дживу кабинеттен жүгіріп қашып шығады, бірақ оны тауып алған адам мен тағы біреу қосылып, оған қашуға мүмкіндік бермейді. Ли Дживу сонда да бой бермей, оларға жалғыз өзі қарсы шықпақшы болғанда жерге құлап есінен танып қалады. Юн Гамин төбеден қарап тұрғанда әлгі екеуінің Ли Дживуды машинаға салып жатқандарын көріп қалады да есікті теуіп ашпақшы болады. Ли Дживуды көлікке салып алып кетейін деп жатқан кезде Сун Чхёл келіп қалады. Ол детективпен сөйлесіп отырғанда, детектив оның сөздерінен оның адамды өлтірмегені жайлы біліп қалған екен. Сун Чхёл әлгі адамға Ли Дживуды босатсын деп айтады. Солай екеуі төбелесе кетеді. Сун Чхёл жеңіліп жатқан кезде екі досы келіп қалады. Бірақ олардың да күші жетпей таяқ жеп қалады. Ли Дживу есін жиып пышақты алып сыртқа шығады. Сол кезде бұларға Гамин көмекке келеді. Ол есікті өзінің бір соққысымен майыстырып жіберіп, төбеден шыққан екен. Сосын жалғыз өзі әлгі адаммен алысып, оны да жеңіп тастайды. Детектив болса шын қылмыскерді ұстап алады. Келесі күні олар дым болмағанда емтиханға дайындалып отырады. Сун Чхёл да атасының қасына келіп оқумен айналысып отырады. Содан барлығы емтихан тапсырады. Емтиханнан кейін Юн Гамин қанша ұпай алатынын уайымдап, күні бойы көңіл күйі болмай жүреді. Бірақ достары оның көңіл күйін көтеріп, оның жағдайы жақсарып қалады. Сун Чхёлдың атасының жағдайы кенеттен нашарлап, ол дәрігерге емтихан тапсырғысы келетінін айтып шу шығарады. Сун Чхёл атасының жағдайын естіп ауруханаға қарай жүгіре жөнеледі. Бірақ оның жолына Йонбек бандасының құрамына қосылғысы келген оқушылар бөгет болады. Содан Сун Чхёл үсті басы алба-жұлба, денесі барлығы жара-жара болып, ауруханаға келіп атасына қараса, ол палатасында Юн Гаминнің көмегі арқылы емтихан
имтихан тапсырып отыр екен. Содан кейін атасы қайтыс болады. Барлығы оның жерлеу рәсімінде Сунчхёлға қолдау көрсетеді. Ертеңгі күні оқушылар имтиханнан алған ұпай сандарын көріп қуанып жатады. Демек, алдыңғыдан қарағанда ұпайлары жоғарылаған болып тұр ғой. Тіпті Юнгаминнің да деңгейі сәлде болса көтерілген екен. 220 баланың ішінде 209 орында, яғни 10 балға жоғарылапты. Соны көріп барлығы мәз болып қуанады. Содан мұғалім Ли Хан-гён білім бөліміне барып, оқу тобындағы балалардың деңгейі 10 балға жоғарылағанын көрсетіп, Ли Хан-гёнға қатысты тәртіптік комитет отырысына келісімін алады. Бір кезде біреулер келіп, оқушылармен төбелесіп, мектептің іші алай-дүлей болып кетеді. Бұл көрініске Ли Хан-гён қарап тұрған кезде 8-ші серия аяқталады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі жолы мен сіздерге соңғы 9-шы және 10-шы серияларын мазмұндап беретін боламын. Видеомызды күтіңіздер.